Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гаухар. Бүгін сіздерге өте дәмді, үлпілдек әрі тез дайындалатын творожный пирогтың рецептісімен бөліспекшімін. Ең алдымен 4 жұмыртқаның үстіне қантымызды себеміз. Енді миксермен ағарғанша араластырамыз. Үстінен сұйық май құямыз. Жылы айран құямыз. Жақсылап араластырып болған соң, ұнымызды електен өткізіп саламыз. Бір кіші қасық қопсытқыш саламыз. Жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей, негізгі бөлігі дайын болды. Енді формочкамызды алып, пергамент немесе фольга төсеп, үстінен құямыз. Енді сүзбемізді салып, жұмыртқа қосамыз. Қажетінше қант саламыз. Бір келкі болғанша араластырамыз. Блендермен жасасаңыз болады. Енді дайын болған салмамызды кондитерлік қапшыққа салып, бас жағын кесіп аламыз. Енді видеода көрсетілгендей әдемі қылып салып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пешке 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей осындай үлпілдек өте әдемі болып шығады. Видео ұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, әлде көп жаңа рецепттермен бөлісемін.